Бөрлі ауданы жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталығының ұйымдастыруымен аудандық мәдениет үйінде тәуелсіздік мерекесіне арналған «Тәуелсіз елдің ұландары» атты салтанатты форум өткізілді. Шара басталмас бұрын келушілерге «Тәуелсіз елдің білімді ұрпақтары» атты жетістіктер көрмесі ұсынылды. Аудан жастарының бірлігі мен ынтымағын көрсетуді, тәуелсіздік мерекесінің кең көлемде тойлануын насихаттау мақсаты үшін өткізілген шараға аудан әкімінің орынбасары Алтай Тоғжанов, ауданымыздағы белсенді жастар, колледж студенттері мен жоғары сынып оқушылары қатысты. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарынан бастап жастар саясаты еліміздің басым бағыттардың біріне айналды. Бұл жастарымыздың елдің саяси қоғамдық өміріне белсенді араласуына, маңызды мәселелерге байланысты көзқарастарын ашық білдіруге барлық мүмкіндіктер жасады. Бүгінгі қоғамның әрбір саласында белсенді жастар жетерлік, өзінің ауқымды жұмыстарымен, қарқынды қимылдарымен еліміздің өсіп өркендеуіне үлес қосып жүрген жастар біздің ауданымызда да жетіп артылады. Спортта да, мәдениет пен білім сайыстарында да елді әлемге танытып жүрген жас басым бөлігі жастар. Олардың әрқайсысы өз ортасының көшбасшылары, олардың әрбірінің қоғамға өзінің орны бар. Алтай Серғазылы аудан әкімі атынан шараға қатысушыларды тәуелсіздік күнімен құттықтап, толағай табыстар тіледі. Мерекелік шараның басы тәуелсіздік мемлекеттің ең құнды байлығы, халқымыздың ең тамаша қазынасы екенін ұқтырған тәуелсіздік таңы атты сахналық қойылыммен басталды. Тәуелсіз еліміздің өркендеуіне өзіндік үлес қосып, қызметін қазір атқарып жүрген түрлі сала мамандары Батыс Қазақстан облысы қоғамдық даму басқармасы басшысының және аудан әкімінің алғыс хаттарымен марапатталды. Бүгін жастар ресурстық орталығынан 16 желтоқсанға байланысты «Тәуелсіз елдің ұрпақтары» атты керемет шара өтіп жатыр. Бұл шарада мен қатты қуанып тұрғаным, қазіргі таңда енді кезінде біздің осы тәуелсіз алуымыз үшін қаншама халық қан төккен болатын, солардың барлығын ескеріп, тіпті ең басты шараны театризациямен бастаған болатын. Сол алаңда болған оқиғаларды соның барлығы өте ерекше өтті. Және де қазақтың патриоттық әндері де қозғалып жатыр. Сонымен қатар аудан әкімі атынан маған алғыс хат бұйырды. Осыдан біраз ай бұрын Астана қаласында ел бірлігі атты TikTok House, яғни қазақтың салт дәстүрін дәріптеу атты видеолар арасында жарыстар өткен болатын. Сол TikTok House'қа қатысып, қазақтың салт дәстүрін түсіріп, мен жоғары, яғни 3 миллионнан жоғары қаралымдар жинап, 100 деген тиктокердің ішінде үздіктердің бірі болып, 3 мәрте ақшалай сыйлыққа ие болған болатын, осы Ақсай қаламыздың атынан шығып. Салтанатты шара аудан өнерпаздарының мерекелік концертіне ұласып, қатысушылар күмбірлеген күй мен әсем әндерге қанықты. Шара екінші әнұранымызға айналған «Атамекен» әнімен қорытындыланды. Мейрамбек Сыдықов, Азамат Бабаужиев, Қарашығанақ телеарнасы.